Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге 2 сынып математикасының 2 бөліміндегі 13 беттегі есептерді шығаратын боламын, сіздерге түсіндіретін боламын. Барынша түсінікті етіп түсіндіруге әрекет жасаймын. 4 есеп. Есептердің берілуін салыстырып, оларды шығар. Біздің мектепте 600 оқушы бар, ал көрші мектепте бізден 200 оқушы артық. Көрші мектепте неше оқушы бар дейді. Алдыменен мұқият шартын құрып алайық. 4 есеп А. Тапсырма. Біздің мектепте дейді. Демек, шартымызды мұқият жазып алайық. Біздің мектепте қысқаша жазайық, балалар. 600 оқушы бар. 600 оқушы. Ал көрші мектепте шартты жазғанда, балалар, бас harfпен жазуды ұмытпаймыз. Көрші мектепте бізден 200 оқушы артық. Бізден 200 оқушы артық деп тұр. Демек, бізге ол әлі белгісіз. 200 оқушы қысқартып жазайық. Артық. Демек, біздің мектептен олар 200 оқушы артық. Көрші мектепте неше оқушы бар? Тек қана осы көрші мектепті сұрап отыр. Яғни бір ғана сұраққа жауап береді екенбіз, балалар. Шешуі 200 оқушы артық болатын болса, қандай амал қолданады, балалар? Қосу амалы. 600-ге 200-ді қосамыз, 800. Жауабында жазамыз. Көрші мектепте неше оқушы бар? Сіздер, балалар, толық жазыңдар. Көрші мектепте 800 оқушы бар. Тапсырманы орындағанда, балалар, жауабын толық жазуға дағдыланыңдар. Яғни, көрші мектепте 800 оқушы бар деп толық жауап беруге дағдыланыңдар. Енді екінші әсін оқимын. Біздің мектепте 600 оқушы бар. Бұл көрші мектепке қарағанда 200 оқушыға артық. Көрші мектепте неше оқушы бар? Енді сіздердің назарларыңызға бұл жерде бір ғана сөзге аударғым келіп отыр. Бұл дейді. Яғни, бұл көрші мектепке қарағанда деп тұр. Демек, бұл жанама есеп екен. Қазір шартын құрып шығарайын, сіздерге түсінікті болу үшін. Тапсырмасы. Біздің мектепте 600 оқушы бар. Яғни, жазамыз біздің мектепте 600 оқушы. Бұл көрші мектепке қарағанда 200 оқушыға артық. Бұл 200 оқушыға артық. Яғни, қайсыдан артық? Көрші мектепке қарағанда артық. Бағытпенен көрсетіп қоямыз. Демек, көрші мектепке қарағанда 200 оқушыға артық біздің мектеп. Демек, көрші мектепте неше оқушы бар? Көрші мектебіміз белгісіз оқушы. Шешуі. Жаңа айтып өткендей, бұл жанама есеп. Яғни, біздің мектеп 600 оқушы бар, бұл 200 оқушыға артық делінген. Жанама есеп. Біздің мектеп 200 оқушыға артық болатын болса, демек, көрші мектепте ол 200 оқушыға кем деген мағынаны білдіреді. Яғни, 600-ден азайтамыз 200-ді. Демек, 400. Жауабы. Оқимыз. Көрші мектепте неше оқушы бар? Жауабын толық жазасыңдар, балалар. Мен қазір қысқаша көрсетейін. Көрші мектепте 400 оқушы бар деп жазады екенбіз. Яғни, жанама есепте артық десе,
қарама қарсы керісінше азайтамыз. Қоспаймыз, артық болса қосуымыз керек қой. Ал жанама есепте керісінше кемітеді екенбіз. Бұл 200 оқушыға артық. Демек, біздің мектеп артық болып тұр. Көрші мектеп 200 оқушыға кем. Демек, көрші мектеп табу үшін 200-ді азайтады екенбіз. Ә тапсырмасын орындадық. Енді Б тапсырмасы. Біздің мектепте 600 оқушы бар. Бұл көрші мектепке қарағанда 400 оқушыға кем. Көрші мектепте неше оқушы бар? Біздің мектепте 600. Яғни жазамыз. Біздің мектепте 600 оқушы бар. Бұл көрші мектепке қарағанда 400 оқушыға кем. Яғни бұл 400 оқушыға кем. Оқушыға кем. Көрші мектепке қарағанда. Демек, көрші мектебіміз. Көрші мектепте неше оқушы бар? Көрші мектепте белгісіз оқушы. Шешуі. Біздің мектепте 600 оқушы. Бұл 400 оқушыға кем. Демек, біздің мектепте 400 оқушыға кем. Демек, көрші мектепте 400 оқушыға артық деген сөз. Демек, қосу амалын қолданамыз. Яғни жанама есеп. Бұл 400 оқушыға кем деп тұр. Демек, бұл жанама есеп деп аталады. Балалар, естеріңе сала кетейін. Демек, 400 оқушыға кем. Демек, 400 оқушыға арттырамыз керісінше. 600-ге 400 қосатын болсақ, 1000. Демек, жауабы көрші мектепте, бұл тапсырмасы көрші мектепте 1000 оқушы бар. Так, енді В тапсырмасы. Енді В тапсырмасы. Бір мектепте 400 оқушы, ал көрші мектепте 500 оқушы бар. Екі мектепте барлығы неше оқушы бар дейді. Енді жазамыз. В тапсырмасы. Бір мектепте, солай жаза берейін, балалар, сендерге түсінікті болу үшін. Бір мектепте 400 оқушы. Ал көрші мектепте көрші мектепте 500 оқушы бар. Екі мектепте барлығы неше оқушы бар дейді. Екі мектепте барлығы неше оқушы. Барлығын табу үшін қандай амал қолданамыз? Қосу амалын қолданамыз. Яғни бір мектепте 400, келесі мектепте 500 болатын болса, екі мектепте барлығы неше оқушы. Шешуі дейміз. Демек, 400-ге қосады екен біз 500-ді. 900. Жауабы екі мектепте барлығы 900 оқушы бар. Жауабын толық жазуға дағдыланыңдар. Тағы да бір естеріңе салып кетейін. Енді келесі мына белгіні көріп тұрсыңдар, яғни зертте деген белгі, сандарды қалай қосқан ыңғайлы дейді. Осы тәсілді қалай қосуға ыңғайлы екен, балалар, сендерге барынша оңай тәсілмен түсіндіріп өтейін. Бірінші оқиын. 100-ді қосылған 200-ді қосылған 300-ді қосылған 400-ді қосылған 500-ді қосылған 600-ді қосылған 700-ді қосылған 800-ді қосылған 900-дік. Енді оқып болдық. Қалай ыңғайлы, қосуға қалай ыңғайлы екенін қазір көрсетейін.
бір жүздік дегеніміз, яғни ол 100, иә? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 деген мағынаны білдіреді. Қазір әлі сендер екінші сыныпта әлі өткен жоқсыңдар, бірақ жоғары сыныпта өтесіңдер. Гаусс әдісі деген тәсіл болады. Қазір мен сендерді жалпы кішкене сол тәсіл бойынша қазір көрсетейін. Кейін кішкене жоғары сынып болғанда тереңірек өтетін боласыңдар. Бірақ қазір қалай қосқан ыңғайлы деген кезде сол тәсілмен қосқан ыңғайлы қазір соны көрсетейін. 100-дік, 200-дік, яғни 100, 200, 300. Енді қазір көріп тұрсаңдар, ең кішкентай менен ең үлкенін қосамыз. Мұқият қараңдар. Ең кішкентайы 100-дік, ал ең үлкені 900-дік. Қосамын. Так, 5-ші тапсырма. Берілген жазбай қойын балар. Так, 100-дік, ең кішкентай 100-дік, ең үлкені 900-дік. Қосамын. 100-ге 900-ді қосамын. Жақша қалып алайын. Енді қосамын. Мына жерде 100-діктен кейін 200-діге. 200-ге енді 900-дің алдында 800 тұр. 200 бенен 800-ді қосамын. Жақша қаламын. 200 қосылған 800. Қосамын. Енді 200-ден кейін 300. 300-ге қосамын 700-ді. Яғни 800-дің алдында 700. 300 қосылған 700. Енді 300-ден кейін 400. 400-ден кейін 700-дің алдында 600. Қосамын 400 қосылған 600. Енді қосылған 500. Қалай ойлайсыңдар балалар, ыңғайлы болды ма? Енді әр жақшаны қарап шығайық. 100-ге 900-ді қоссақ 1000, иә? Жазып қояйын. Карандашпен, жоқ. Ручкамен жаза берейін, балалар, сендерге анық көріну үшін, иә? 1000. 100-ге 900-ді қоссақ 1000. 200-ге 800-ді қоссақ 1000. 300-ге 700-ді қоссақ 1000. 400-ге 600-ді қоссақ 1000. Енді санай саламыз. 1000, 2000, 3000, 4000. 4000-ға 500-ді қосатын болсақ, қандай сан шығады екен, балалар? 4500. Ыңғайлы ма екен, балалар? Яғни бұл әдісті Гаусс әдісі деп аталады. Оны кішкене жоғары сынып болғанда өтетін боласыңдар. Қазір кішкене мағлұмат беріп кеттім, ыңғайлы қосуды. Басқа да осындай тапсырмалар кездессе, осы әдісті қолдануға болады. Демек, ең кішкентай мен ең үлкені, одан кейін өсу ретімен, мына жағынан кем ретіменен қосып кете береміз. Яғни 4500 деген сан шықты. Енді ары қарай келесі сандарды оқимыз. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Дәл солай жасаймыз. Енді ең кішкентай менен ең үлкені 10 мен 90, 20 мен 80, 30 бенен 70, 40 бенен 60, кейін 50. Дәл солай жақша ішіне қосып шығайық. 10 мен 90-ды қосайын. 10-ға 90-ды қосамын. Жақша ішінде 20 менен 80 қосамын. 30 бенен 70 қосамын. 40 бенен 40-қа 60 және 50-дің өзі қосады екенбіз. Енді 10-ға 90-ды қоссам 100, 20-ға 80-ді қоссам 100, 30-ға 70-ді қоссам 100, 40-қа 60, 100 және 50-ді қосам. Енді қосып шығамыз. 100, 200, 300, 400, 50. Қандай сан шығады екен? 450. Оңай ма екен, балалар? Әлде қиын бе екен? Ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын, балалар. Қандай тапсырманы орындайтын кезде де бірінші кезекте
оңай тәсілін қарастырып алған өзімізге оңай болады, және сол тәсілмен шығарсақ тез тапсырманы оңай әрі түсінікті етіп орындайды екенбіз. Ары қарай 11, 12, 13, 10, 17, 18, 19 және солай 11 мен 19-ды қосамыз, 12 мен 18-ді қосамыз, 13 пен 17-ні қосамыз, кейін 10-ды қоса салады екенбіз. Жақшаны ашамын, 11-ге қосамын 19-ды, қосамын 12-ге 18-ді, 13-ге 17-ні және 10-ды қосады екенбіз. Енді 11-ге 19 қосамын 30, 12-ге 18 қосамын 30, 13-ге 17-ні қосамын 30. Енді 30-ға қосамын 30, қосамын 30, 30-ға 30, 60, 60-ға 30, 90, 90-ға 10-ды қосамын 100 деген сан шығады екен. Келесі ең соңғы тапсырма оқып шығайын. 5, 4, 3, 2, 1, 19, 18, 17, 16, 15. Бұл тапсырмада да дәл сол Гаусс әдісін қолданатын боламыз. Яғни 5-ке 15-ті қосам, 4-ке 16-ны қосам, 3-ке 17-ні қосам, 2-ге 18-ді қосам, 1-ге 19-ды қосамын. Қандай сандар шығатын? Қазір барлығымыз бірге көрейік. 5-ке 15-ді қосам бірінші. 5 қосылған 15, жақша. Екінші 4-ке 16-ны қосамын. 4 қосылған 16, қосамын. 3 қосылған 17, 3 қосылған 17, қосамын. 2 қосылған 18, қосамын. 1 қосылған 19, 1 қосылған 19. Енді әр жақшаны есептеп шығайға. 5-ке 15, 20, 4-ке 16, 20, 3-ке 17, 20, 2-ге 18, 20, 1-ге 19, 20. Енді 20, 40, 60, 80, 100. Қандай сан шығады екен? 100 деген сан шығады екен. Балалар ыңғайлы және түсінікті болды деп ойлаймын. Және бізге сұрап тұр, сандарды қалай қосқан ыңғайлы. Осы әдіспен қосқан ыңғайлы деп ойлаймын балалар. Яғни бұл әдісті біз Гаусс әдісі деп атайды екенбіз. Ол туралы тереңірек сендер кішкене жоғары сыныпта өтетін боласыңдар. Балалар сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар балалар.